Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді тағам әзірлейтін боламыз. Мен де жасап көрдім, өте дәмді болып шықты. Осылай барлық қоспаларымызды турап аламыз видеодағыдай. Достар, менің каналыма тіркеліп, подписацияны басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Парақшамның дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Достар, барлығында дәл осылай видеодағыдай турап аламыз. Картошкамызды да, сәбізімізді, пиязымызды барлығында турап алдын ала даярлап алыңыздар. Достар, мұнда инстаграм парақшамды да қалдырдым. Ол жақта мен өте дәмді тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Және де күнделікті сториста, күнделікті өмірім сол жақта. Мінекей достар, мен барлығында даярлап алдым. Енді кезекте жай мен майымызды құйып, орташа қыздырылған отта барлығын қуырып аламыз. Мен ең алдымен пиязды қуырып алатын боламыз. Бізде тауық еті тез пісетін болғандықтан, сәбізіміз бен пиязымызды алдын ала қуырып алатын боламыз. Аздап қуырылғаннан кейін үстіне тауық етін салып қуыратын боламыз. Жақсылап барлығында осылай қуырып аламыз. Мінекей кішкене етіміз қуырылғаннан кейін үстіне картошкамызды салып, оны да қуырып алатын боламыз. Аздап кішкене бұқтырып қойыңыздар. Еті бізде картошкамыз жақсылап пісуі қажет. Оның үстіне осылай помидорымызды салып алатын боламыз. Барлығында осылай кезек-кезегімен сала отырып қуырыңыздар. Оның үстіне тұзымызды татымына қарай салып алсаңыздар болады. Және де мен кішкене аджика қостым, дәм беру үшін. Қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Дәмін, түсін өзгерту үшін кішкене мен қостым. Кішкене тағы да бұқтырып қоятын боламыз. Бізде ең соңғыда болгар бұрышын ең соңында саласыздар. Өйткені бізде болгар бұрышының өзіндік дәмі қалу үшін болгар бұрышын ең соңында салсаңыз болады. Осының үстіне және де аздап қана бұқтырсаңыздар жеткілікті. Су құямыз, бетінен асырып, подливасы күріштің бетіне осы судан құйып отырасыздар. Өте дәмді тағамдарымыз дайын болады. Мінекей қыздар, дәл осы суды кішкене бұқтырып, астын пәсейтіп, жай отта қайнатып пісіріп аласыздар. Мінекей достар, мені подливам дайын. Ендігі кезекте тазалап жуған күрішімізді кішкене табамызға майымызды құйып, қуырып алатын боламыз. Бұл жерде біздің күріштеріміз бір-біріне жабыспай, өте керемет болып пісетін болады. Осылай араластыра отырып, кішкене майда қатты қызартып қуырмаңыздар. Кішкене аздап ұстағаннан кейін бетіне су құясыздар. Мен де дәл осы жерде видеоға су құйған жерім түспей қалыпты. Бетінен асырып қана су құясыздар. Мінекей менің күріштерім дайын. Енді кезекте осы дайын күрішімізді осылай бетіне кішкене ыдысымызды төңкере отырып, ыдысымыздың бетін толтырып салып шығатын боламыз. Мінекей бізде әдемі формамыз дайын болады. Достар, дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздерші, өте дәмді болып шықты. Описание бөліміне тағы да құрамын жаза кететін боламын. Дәл осылай жасап көрсеңіздер, отбасыңызға да қатты ұнайтынына мен сенімдімін. Жасап көріңіздер. Менің каналымды соңына дейін видеоны көрген болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздермен болған Мөлдір. Сау болыңыздар.